Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адвокатура және адвокаттық қызметтің түсінігі, пәні және міндеттері. Адвокатура қызметінің ұйымдастыру нысаны және қағидалар. Қаралатын сұрақтар: адвокатураның түсінігі, құқықтық табиғаты және мақсаттары, адвокатура және оның міндеттері, адвокатуралық қызметтің негізгі бағыттары және адвокатураны ұйымдастыру мен қызметінің қағидалары. Енді заңнама актілерінің ережелеріне сәйкес адвокаттық қызметті реттейтін заң негіздеріне мыналар жатады. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясы, адвокаттық қызметті реттейтін нормалар мазмұндалған конституциялық заңдар, адвокаттық қызметке жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының нормативтік қаулылары, адвокаттық қызметті реттейтін нормалар мазмұндалған өзге де заңдар, адвокаттық қызметті реттейтін нормалар мазмұндалған заңға негізделген нормативтік актілер, адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заң, адвокаттық қызметке қатысты нормалар мазмұндалған Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге міндеттемелері, адвокаттық қызметке жататын мәселелер бойынша Конституциялық кеңестің нормативтік актілері. Енді осыған сәйкес адвокатура қызметі адвокаттық қызметті заңдарда тыйым салынбаған әдістермен және құралдармен жүзеге асыру, заң актілерінде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда прокуратура, соттар, анықтау және сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары, басқа мемлекеттік органдар, өзге ұйымдар мен лауазымды адамдар тарапынан адвокаттардың қызметіне араласуға жол бермеу және кәсіби мінез-құлық нормаларын және адвокаттық құпияны сақтау принциптеріне негізделеді. Енді кәсіби мінез-құлық нормаларын және адвокаттық құпияны сақтау принциптеріне мыналар негізделеді. Олар: адвокаттар алқасының атауы, қызметінің мәні мен мақсаты, адвокаттар алқасының орналасқан жері, адвокаттар алқасының құрылымы, оның органдарын құру тәртібі және құзыреті, адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау және одан шығару тәртібі мен шарттары, адвокаттар алқасы мүлігінің құралу негіздері, адвокаттар алқасының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі, адвокаттар алқасының қызметін қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттары, адвокаттар алқасы тараған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі және адвокаттар алқасы бөлімшелері мен өкілдіктері туралы мәліметтер негізделеді. Енді адвокат қызметі сипаттайтын осындай бір негізгі белгілері бар. Олар: кәсіби қызмет адвокаттары жалпы құндылықтар мен мүдделерге байланысты адамдар қоғамдастығына жоғары кәсіби әдеп, заң көмегін көрсету мақсатын кіріс табудан жоғары қою. Енді адвокаттар қызметі жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен және өзара қарым-қатынасында олардың құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және қорғау үшін білікті заң көмегін көрсетуге бағытталған. Заңда көзделген жағдайларда адвокаттар заң қызметін тегін көрсетеді. Коммерциялық емес ұйымның кез келген жарғысы сияқты мыналарды қарастыруға тиіс. Олар: адвокаттар алқасының атауы, қызметі мен мақсаты, адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру мен тоқтату тәртібін, адвокаттар алқасының құрылымын, оның органдарын қалыптасу тәртібін және құзыретін, заң консультацияларын құру мен олардың жұмыс істеу тәртібін,
адвокаттар алқасы мүлігін жинау көздері мен оған билік ету тәртібін, мүшелік жарнаны төлеу тәртібін, адвокаттардың тегін заң көмегін көрсету тәртібін және адвокаттар арасында сот, анықтау және сотқа дейінгі алдын ала тергеп-тексеру органдарының тағайындауы бойынша заң көмегін бөлу тәртібін, адвокаттарды аттестациялауды өткізу тәртібін, адвокаттар алқасы мүшелерінің және адвокаттардың тағылымдамадан өтушілердің тәртіптік жауапкершілігі мен оған тарту тәртібін, адвокатты лицензиядан айыру туралы өтініш жасау тәртібін, адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібін, адвокаттар алқасы таратылған жағдайда мүліктің тағдырын көздеуге тиіс. Енді Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заң актілерінде көзделген жалпы негіздерден басқа адвокаттық лицензиясын кері қайтарып алу Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің талап арызы бойынша, яғни адвокат өз кәсіби міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңдарының талаптары мен нормаларын, адвокатураны ұйымдастыру және оның қызметі принциптерін өрескел не бірнеше рет бұзған үшін, адвокаттың қасақана қылмыс жасағаны үшін ақтамайтын негіздемелер бойынша оған қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған, адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін сотталған, адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген, адвокат әрекеті қабілеті жоқ немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, адвокат хабар ошарсыз кетті деп танылған немесе ол қайтыс болды деп жарияланған, адвокат Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған, біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіби міндеттерін орындауы мүмкін болмаған жағдайларда сот тәртібімен жүзеге асырылады. Енді 2018 жылғы 5 шілдеде Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңына сәйкес адвокат лицензиясының күшін тоқтата тұру салдары олар: адвокат мемлекеттік қызметке тұрған, ол парламент депутаты болып сайланған немесе тағайындалған, міндетті мерзімді әскери қызметте болған, мүшелік жарналарды ұдайы төлемегендігі үшін адвокаттар алқасы мүшелігінен шығарылған кезде алқа жарғысында көзделген өзге жағдайларда лицензиясының күшін тоқтата тұрады. Енді жалпы жиналыс адвокаттар алқасы қызметінің кез келген мәселесін шешуге құқылы. Осылайша адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңына сәйкес жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне мыналар жатады: адвокаттар алқасының жарғысын қабылдау және жарғыға өзгеріс енгізу туралы шешім қабылдау, төралқа төрағасын, тексеру комиссиясының төрағасын сайлау, жарғыда көзделген басқа органдар және олардың басшыларын сайлау, осы органдар туралы ережелерді бекіту, адвокаттар алқасы органдарының адвокаттар алқасы басшылары мен қызметкерлерінің қызметі туралы
есептерді тыңдау мен бекіту, органдардың және адвокаттар алқасы басшылары мен қызметкерлерінің шешімдеріне адвокаттардың шағымдарын қарау, адвокаттар алқасының басшылары мен қызметкерлерін мерзімінен бұрын кері шақыру, жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жататын өзге де мәселелер. Енді адвокаттар алқасының төралқасы. Адвокаттар алқасының жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен адвокаттар көрсететін заң көмегін көрсету жөніндегі жұмысын ұйымдастырады. Жалпы жиналыстың шешімдерін орындауды ұйымдастырады. Жалпы жиналысты шақырады. Адвокаттардың кәсіби және өзге де құқықтарын қорғайды. Адвокаттар алқасының мүшелігіне қабылдауды жүзеге асырады. Алқа мүшелігінен шығарады. Адвокаттар тағылымдаманы өтушілерін даярлауды ұйымдастырады. Есептік көрсеткішке еселенетін мөлшердегі мүшелігі жарна ставкаларын белгілейді. Адвокаттың әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардан түскен шағымдарды тексеру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Адвокаттардың тәртіптік теріс қылықтары туралы материалдарды қарайды және кінәлі адамдарға тәртіптік жаза қолданады. Адвокаттарды аттестациялауды өткізуді және олардың кәсіби біліктілік арттыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы Қазақстан Республикасының заңында көзделген ретте де адвокатты лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне өтініш жасайды. Және адвокаттардың кәсіби деңгейін көтеру жөніндегі шараларды жүргізеді. Оң жұмыс тәжірибесін талдайды, қорытады және таратады. Кодификациялық анықтамалық жұмысты жүргізуді ұйымдастырады. Дербес немесе Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен бірлесіп, адвокаттық қызмет мәселелері бойынша әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлейді және басып шығарады. Заң консультацияларын құрады, олардың меңгерушілерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Адвокат куәлігін береді. Оның нысанын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекітеді. Адвокаттар алқасының қаражатына жарғы мен жалпы жиналыс белгілейтін тәртіппен иелік жасайды. Адвокаттар есепті, қаржы және статистикалық есептілікті және іс жүргізуді ұйымдастырады. Адвокаттар алқасының мүлкіне билік ету тәртібін белгілейді. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылғандарды қоспағанда, адвокаттар алқасы қызметінің өзге де мәселелерін шешеді. Енді адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы жалпы жиналыста төралқа мүшелерінің жалпы жиналысына сайланған құрамның жай көпшілік дауысымен құпия дауыс беру жолымен 4 жыл мерзімге сайланады. Төралқа төрағасы уақытша болмаған кезде оның міндетін төралқа төрағасының бірінші орынбасары атқарады. Тексеру комиссиясы ол адвокаттар алқасының бақылау тексеру органы болып табылады. Тексеру комиссиясы оның төрағасы адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысында жиналыс анықтаған сандық құпия дауыспен 4 жыл мерзімге сайланады. Дауыс беруге қатысқан адвокаттардың көпшілік дауысын алған кандидат сайланған болып есептеледі. Тексеру комиссиясы құрамынан оның мүшелерінің бірі шыққан жағдайда кезекті жалпы жиналыста белгіленген тәртіппен қайта сайлау өткізілуі мүмкін.
Адвокаттык кызметпен айналысуу кукугуна үмүткер адамдардын сунган кужаттарын тиісті рәсімдеу тәртібіне қойылатын талаптар мынандай. Олар жеке парақта барлық бағандар толтырылуы тиіс. Фотосурет аталған парақтың арнайы белгіленген орнына желімденуі тиіс. Мінездемеге мөр, күні және шығыс нөмір қойылып, үміткер жұмыс істейтін не жұмыс істемейтін ұйымның бірінші басшысы немесе басшысының орынбасары қол қоюы тиіс. Өмірбаян күні және үміткердің қол қойылып, еркі нысанда қолмен жазылуы тиіс. Наркологиялық және психиатриялық диспансерлерден алынатын медициналық үміткердің тұратын жері бойынша берілуі тиіс. Соттылығының және қозғалған қылмыстық істің жоқтығы туралы анықтаманы бүкіл республика бойынша мәліметтерді көрсетіп, үміткердің тұрған жеріндегі аумақтық, яғни құқықтық статистика және ақпарат орталығы беруі тиіс. Заңгерлік мамандығы бойынша өтілін растайтын қызмет тізімінен алынған көшірме үзіндіні оны берген кадр қызметі куәландыруы тиіс. Енді адвокаттардың әрбір алқасының жарғысына байланысты көтермелеу шараларының сан алуан түрлері қарастырылады. Яғни көтермелеу шаралары олар мыналар: алғыс жариялау, ақшалай сыйақы беру, бағалы сыйлықтармен марапаттау. Назарларыңызға рахмет.